Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Тоқаевтың шешімі қазір әлемдік ақпараттағы ең сұмдық ақпарат болып отыр. Президенттік сайлауды аяқ астынан өткізеді екен. Бұл бір. Назарбаевтан не айырмасы? Ешкімді дайындыққа үлгіртпей, ешқандай саяси партияны тіркеуге үлгіртпей, жаңағы бәрін қапыда қалдырып, бармақ шайнатып, аяқ астынан сайлау өткізіп, сөйтіп Тоқаев Назарбаевтың ескі тактикасын қайтадан қолданып шыға келді. Бұл бірінші. Екінші, 5 жылдық президенттік жүйені аяқ астынан 7 жылға ауыстырады екен. Ол да Назарбаевтан қалған ескі тактика. Қалың елім, қазағым, енді сорлағаныңның үстіне сорлай түсетін болып тұрсың. Бір апамнан сорақы демекші, атамның шоты шапқан сайын өрлейді демекші, диктаторлардың диктаторлығы мен қулығы, зұлымдығы бірінен бірі өтіп тұр. Аңқау қазағым тағы бір мәрте үлкен саяси ойынның батпағына батқалы тұр. Енді осыдан барып көзін ашпаса, осыдан барып қазақ оянбаса, Тоқаевтың диктаторлығында тағы 30 жыл сорлап отыратынын анық болып тұр. Енді қалың елім, қазағымның үлкені бар, кішісі бар, ақылдысы бар. Бұл мәселені ортақ бір шешімге келіп, үлкен бір ұлттық үйісу нәтижесінде шешеді деп ойлаймыз. Байкот жариялау керек деген әңгіме айтылып жатыр. Сайлауға байкот жарияладың не, жарияламадың не? Сайлауға байкот жарияласаң да, билік өзінің жалдамалылар арқылы, мұғалімдер арқылы, мемлекеттік қызметтегілер арқылы бәрін қайтадан өтірік сайлауға өткізіп, ойбай, халықтың 99% қатысты, оның бәлен пайызы қалыс қалды, түген пайызы Тоқаевты жақтап дауыс берді дейді. Ұялмаса Назарбаев құсап 98%-бен таққа отырады. Соңғы кезде Назарбаев ұялып 95%, 92%-ға түсірді ғой деймін. Ал ұялмаса Өзбек пен Түркменнің диктаторлары құсап 99-дан бірақ шығуы мүмкін. Тіпті солтүстік Корейдің Мешел баласының өзі 98%-бен сайланған болатын. 2%-ы қалыс қалғандар еді. Ал енді біздің бұл сұмырай қанша деу мүмкін. Ұяты болса 85%-бенен сайланып, аса басымдылықпен жеңу мүмкін. Мұна Америка дейтін, Американың өзінде президенттер 51% басымдылықты алса қуанады. Еуропада 50%-дан жоғары болса қуанады. Тіпті ең соңында тепе-тең түссе, ең соңғы қалған санаулы дауыстарды санап кететін тағы бар. Ал парламенттік конгресстік сенаттық жүйелерде де оларда сөйтіп алған дауысты билеттің санын санап көреді. Тіпті пайыздары тең түскен жағдайда да. Ал біздің мынау сұмырай жүйеде тура сол Назарбаевтан қалған, Назарбаев әбден қазаққа әбден көрсетіп, қазақтың әбден көз үйренген сол ескі қулықты, ескі сұмдықты Тоқаев алып шыға келді. Менің зарлағаным, Тоқаев деген Назарбаев, Назарбаев деген Тоқаев, ештеңе ауысқан жоқ, ештеңе өзгерген жоқ. Тоқаевқа орай берейік, Тоқаев елді діни жаңағы төңкерістен аман сақтап қалды, Тоқаев сақалдылардан құтқарып қалды деп осы сөзге сеніп жүрген, немесе сендіріліп жүрген қалың қазаққа айтатыным осы. Енді қалың елім, қазағым, енді оянбасаң, енді қозғалмасаң біткен жерің осы. Байкот батыстық ұғым, байкот шынында да бір сайлауларды күшінен қалдырудың, ол сайлаудың сайлау болмаған дәлелдеудің керемет ұғымы. Бізде байкот жариялағымыз ақ келеді, бірақ одан нәтиже шықпайды. Байкоттен нәтиже шықпайды. Олар бәрібір өздерінің жалдамалары арқылы халықтың тек өте аз сандағылары ғана сайлауға келмеді деп, сол арқылы ғана жаңағы өздерінің жеңісін дәлелдеп жібереді. Енді не істейміз, қалың елім, қазағым? Енді жалғыз ғана жол. Біз осы сайлауға қарсы адамның, немесе Тоқаевқа қарсы адамның санын, Қазақстанда 19 миллион Қазақстан азаматы бар, 19 миллион азаматтың кем дегенде 18 жастан жоғарғыларының санын 17 миллион десек, біз сол 17 миллион адамнан кем дегенде 12 миллион адам сайлау
мүмкіндігі бар 12 миллион адам ашық түрде мен Тоқаевқа қарсымын, мен сайлауға қарсымын, мен Тоқаевқа дауыс бермеймін деп ашық мәлімдеме тарату керек. Біз оны қазіргі интернеттік жүйе арқылы соның статистикасын жасап шығуымыз керек. Әрбір азамат, мен Қазақстан Республикасының азамат, мысалы мен тұрақты түрде айтамын, мен Серікжан Біләшұлы, Қазақстан Республикасының азаматымын, менің жеке куәлік нөмірім мынау, бәлен жылы бәлен айдың түгенші күні туғанмын. Мен Қазақстан Республикасының азаматы ретінде мен Қасым-Жомарт Тоқаевтың президенттігіне қарсымын. Мен Қасым-Жомарт Тоқаевтың қазіргі тұтқиылдан өткізбек болған сайлауына қарсымын деп әрбір азамат видео мәлімдеме тарату керек. Видео. Және ол видео мәлімдемені таратқан датасын айту керек. Ал осы видео мәлімдемені біздің атажұртқа жіберу керек. Біз оның статистикасын алуымыз керекпіз. Сөйтіп Тоқаевтың алдағы болатын өтірік сайлауда мемлекеттік қызметкерлер, полицияны, армияны, мектеп оқушыларын мәжбүрлеп дауыс бергізіп, қолдан бәленбай халық дауысқа қатынасты, түгенбай халық сайлауда оның 99% дауыс берді деген өтірігін халықараға әшкерелеп тастау керекпіз. Өтірігін әшкерелеу үшін бүкіл қазақтың аттанысқа келуі керек. Одан басқа жол жоқ. Бұл бірінші айтатын бүгінгі саяси үндеуім. Қалың елім қазағым, Назарбаевтық заманмен қайтадан қауышып отырғандарыңызды бүгінгі Тоқаевтың иттігінен, Тоқаевтың сұрқиялығынан білерсіздер. Бір ұлттың тағдырын бір адамға сеніп тапсыратын бұндай сорақы патшалық жүйеден құтқарып, адамдар ақылдасып, халық өзі таңдаған қазақтың алтын азаматтары отырып, ақылдасып, дауысқа салып мәселе шешетін демократиялы парламенттік республика құрамыз. Және кез келген саяси жоғарғы лауазымды тұлға, премьер-министр де, президент те 4 жыл отыратын жүйе орнатамыз. Басы алтын, бір жері күміс болса да таққа жабысып қалам десе де, әр азаматқа тек бір-ақ рет саяси орай берілетін жүйе жасаймыз. Міне, сондықтан осы жұмыста кірісіңіздер. Мысалы, мені мейлі премьер-министр сайлаңыз, мейлі мені президент сайлаңыз. Мен, міне, жаратушының атымен ант сушем. Мен сол сіздер сайлаған қызметте 4 жыл отырам. 4 жыл отырғаннан кейін мен орнымды тастап кетуге тиістімін. Себебі 4 жылда мен істейтінімді істеп қалуым керек. Орнататынымды орнатып қалуым керек. Жасайтынымды жасап қалуым керек. 4 жылда кез келген адамның фантазиясы таусылады. Ал екіншісін, халық өзі таңдаған, өзі сайлаған, халық дұрыс көрген, энергиясы тасып тұрған, ниеті дұрыс, ілімі бар, білімі бар. Екінші бір азаматқа беру керекпіз. Ол өзінің бүкіл энергиясын, бүкіл фантазиясын алып керу керек. Сонда ғана біз Еуропа мен Америка сияқты дамимыз. Бір таққа отырып алған сұмырай жабысып қалатын Назарбаевтық, Тоқаевтық мына жүйеде ешқандай жақсылық болмайды. Сол баяғы ұры-қарылар отыр, сол баяғы суайттар отыр, сол баяғы қарақшылар отыр. Ал сол баяғы сорлы болып қара қазақ отырсын. Өзгеріс керек. Неге Америка мен Еуропаның бүкіл сайлауында change дейді, өзгеріс дейді? Себебі өмір өзгеріп жатыр, күн санап өзгеріп жатыр. Денеңде миллиондаған клетка түседі, миллиондаған клетка жасалады, миллиондаған қаның өледі, миллиондаған қан клеткаң жасалады. Неге өзгермеу керек? Бүкіл галактика өзгереді. Ең кішкентай сенің бүкіл денеңдегі жасушаң өзгеріп отыр. Неге өзгермеу керек Қазақстан? Неге сол баяғы ұры-қары қарақшы министр депутат отыру керек? Неге сол суайттар телеарнада отыру керек? Неге қазақтың жастары, таланттылары билікте отырмауы керек? Өзгеріс керек. Біздің партиямыздың ұраны өзгеріс. Біздің партиямыздың ұраны демократия. Біздің партиямыздың ұраны әділдік. Біздің партиямыздың ұраны парламенттік республика. Біз билікті қолымызға алсақ, мына билікте отырған сұмырайлардың біреуі орнында отырмайды. Біз билікті алсақ, нақақ сотталған бүкіл қазақ азаттыққа шығады. Біз билікті алсақ, мына ұры-қары қарақшылардың біреуі жер бетінде жер басып жүре алмайды. Бізді қолдаңыздар қазақтар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Аман сау болыңыздар.